Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Бүгін сіздерге мен балалық шағымнан тағы бір тағамды ұсынғым келіп отыр. Бұл майғамыр деп аталатын тағам. Бұны кішкентай кезімізде өте жақсы көретінбіз. Сондықтан сіздермен біз осыны жасап көрейік. Бұл тағамды жасау үшін бізге керекті заттар. Мен 400 грамдай ет алдым, сәл сүрленген. Содан кейін мына сәбіз алдық. Одан кейін пияз алдық. Одан кейін картоп алдық. Қызанақ алдық. Сосын бір бұрышым бар еді, соны алдық. Сосын мынау жаңа шыққан сарымсақ бар екен, соны алдық. Содан кейін көкшебіміз болса, қандай көкшебіңіз ала беріңіз. Содан кейін мынау пиалаға бір жұмыртқа салып, кішкентай су қосып, қамыр илеп алуымыз керек. Сондықтан бөлек қоямыз. Қазір мыналардың бәрін турап алуымыз керек. Міне бәрін турап алдық, майдалап, төртбұрыштап, түгел. Енді қазір қазанға барып қуыра бастаймыз. Қазанымызға да келді. Міне бірінші етіне қуырып аламыз. Содан кейін пиязды саламыз, сәбізін саламыз. Біртіндеп сосын сала береміз. Сәбізін қуырып жатқан кезде дәмдеуіштердің бәрін салып жіберіңіз. Мен мына қызыл тәтті бұрышты, қара бұрышын, тұзын бәрін салып қойдым. Міне картоғында, бұрышында, сарымсағында, қызанағында бәрін салып жібердік. Енді қуырылып жатыр. Қазір 5 минут қуырылғасын. Қайнаған су құямыз. Қайнаған суын құйып қойдық. Енді астында отын бастырып, бір 40 минуттай жай отта піседі. Сол екі ортада қамыр илеп алыңыз кішкентай. Енді бұны тұндырып тұруымыз керек, бір 20 минуттей. Міне 40 минуттай тұрды. Керемет дайын болды, қараңыз. Енді қазір қамырын жайып кесіп аламыз. Міне қамырымызды жайып, сәл бөліктерге бөліп қойдық. Қазір бұл қату керек, бір 10-15 минут. Содан кейін барып әдемілеп, майдалап турап. Қамырлардың бәрі қатып тұр. Қалай турасаңыз да турай бересіз. Міне көріңіз. Арасына ұн салмасаңыздар да қамырдың бәрі қатып тұр. Турай бересіз өстіп. Бәрін өстіп турап алыңыз. Міне қараңыз, кеспеден сәл қалыңдау, әдемі қып кесіп алдық. Қатып тұрғанына байланысты жақсы кесіледі. 5-10 минут қойып қойсаңыз, қандай керемет. Оны да жоқ, түгі де жоқ. Міне қараңыз, қазір осыны кәдімгі суға пісіріп аламыз дағы. Бетіне жаңағы әдемі пісіп тұрған оспағымызды саламыз. Міне қараңыз, қандай керемет. Әдемілеп салып алыңыз. 5-10 минут қайнатып аласыз да, болды, тамағыңыз дайын. Міне тамағымыз дайын болды. Қазанымыздан алдық. Міне қараңыз, керемет тағам дайын болды. Мен бұл тағамды кішкентай кезімнен жеп өстім. Сондықтан тағы да бір тағамның арқасында балалық шағымды есіме түсіріп алдым. Бұны майғамыр деп аталатын тағам. Бұл біздің өңірде солай аталатын. Көріңіздер, қандай керемет. Тұздығының барлығы лағманға жасалғанда ұқсайды. Бірақ бұның ерекшелігі бар. Қамыры ерекшелігі қамырында. Көріңіздер, мұны сіздерде кішкентайларыңыздан кейіннен болса да жеп жүрген шығарсыздар. Керемет тойымды тамақ. Бұл көбінесе ет үйде аздау болған кезде жасалатын тағам болған шығар деп ойлаймын қазір. Сондықтан өте тойымды тағам, сіңімді тағам, сондай тамаша. Үлкенге де, кішіге де бұл өте ұнайды. Асқазанға өте қонымды. Сондықтан жасап көріңіздер. Сізде де жасап жүрген шығарсыздар. Кем-кетігін айтыңыздар. Каналыма кіріп, комментарий жазып, пікірлеріңізді қалдырып атқандарыңызға мың алғыс. Астарыңыз дәмді болсын.